Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге осындай дәмді бешбармақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Алдымен бір қазан суға етімізді салып, оны қайнатамыз. Менде жылқы еті және де бір қазыны біз пищевой пакетке орап салдық. Шек болмаса осылай жасаңыздар болады. Көбінесе солтүстікте осылай жасайды. Шамамен жарты сағатта біздің етіміз қайнап шығады. Сол кезде біз еттің көбігін сүзіп аламыз. Қыздар, көбікті міндетті түрде толығымен сүзіп алыңыздар. Сол кезде сіздің сорпаңыз мөлдір таза болып шығады. Сіздер қазыны шекте сазаңыздар, оны зубочисткамен 3-4 жерінен тесіп шығыңыздар, себебі сіздің қазыныз жарылып кетпеу үшін. Көбігін тазартқан соң ары қарай қақпағын жауып пісіреміз етті. Бір жарты сағаттан кейін сіз сорпаның тұзын көрсеңіз болады. Егер тұзы аз болса, үстінен тұз қосыңыздар. Сорпаның дәмі әдемі болу үшін біз бір бас пияз қосамыз. Сосын оны ары қарай қайнатып қоямыз. Пиязды қосқан соң сорпамыз осылай қайнайды. Сосын біз бір сәбіз қосамыз. Етіміз піскенше біз қамырды дайындаймыз. Бізге қамырға 2 жұмыртқа және де тұзды су керек, 1 стакан. Аздап сұйық май қосамыз, қамырымыз жыртылып кетпеу үшін. Бәрін салып болған соң оны жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымызды қосып, қамырды жақсылап илейміз. Қамырдың жақсы жайлауы ол қамырға байланысты. Қамырды сәл қаттылау қылып илесеңіздер, қамырыңыз әдемі бір тегісті болып жайылып шығады. Қамырды илеп болған соң, қамырды 15-20 минутқа демалдырып қойыңыз. Қақпағын жауып демалдырыңыз. Бұл жерде 2 зуалы қамыр шығады. Мен бірақ біреуін ғана қолданамын, себебі мен үйде 3 адамға дайындап жатырмын бешбармақты. Ары қарай біз тұздық жасаймыз. Пиязды 2-ге бөліп, оны полукольцақ ретінде тураймыз және жіңішке болып шықсын. Бәрін бір кастрөлге салып, оның үстіне сорпаны құямыз. Сорпаның майлысын құйыңыздар, бетін сүзіп алыңыздар майын. Мен мұнда сорпаны құйып қойғам, үстіне лавровый лист және де қара бұрыш қосып жатырмын дәміне қарай. Тұздықты пияз өлгенше дайындайсыздар, яғни ол солыңқырап қалу керек. Бәрін жақсылап араластырып, крышкасын жауып пісіріңіздер. Етімізді тағы бір рет ашып тексереміз, ішіне картоптарымызды саламыз. Егер де сәбізіңіз піссе, сәбізді алып қойыңыз, езіліп кетпесін. Енді демалған қамырымызды алып, оны 2-ге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Қамырды жайып болған соң мен оқтайға орап осылай кесіп аламын. Әркім әртүрлі жасайды, домалақ күйінде салады, немесе домалақты 4-ге бөліп салады. Мен осылай салған маған ұнайды және де оны сүзіп алғанда ыңғайлы. Кесілген қамырды осылай тақтайға қойып қойсаңыздар болады, сосын холодильникке салыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспайды. Ет дайын болғанша. Мен етті 3 сағаттай қайнаттым. Езілмей әдемі болып шықты. Әркімнің плитасы әртүрлі, соған қарай бейімделіңіз. Мінекей пакетке оралған қазымыз да дайын болды және еттеріміз де. Бәрін сүзіп алыңыз. Картошканы да сүзіп алуға ұмытпаңыз, езіліп кетпесін. Піскен еттің бетін жауып қойыңыздар, жаппасаңыздар, ол ет қатты болып қалады, жегенде тіске тұрып қалады.
Сорпа ретінде мен қамыр салынбаған сорпаны қолданғанды ұнатамын. Сол себепті қамыр салынбай тұрып, мен өзіме сорпаны сүзіп алып жатырмын. Сол кезде сіздің сорпаңыз тұнық, әдемі, таза болып шығады. Мінекей мөлдір сорпамыздың ішіне мен лимон қостым және де құрт қостым. Осында үгітілген құрт. Егер де құрт болмаса, бұндай айран қоссаңыздар болады. Айранмен де дәмді болып шығады. Міндетті түрде құртпен, айранмен жасап көріңіздер, сорпаның дәмі ерекше әдемі болып шығады. Мінекей бұрқылдап қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырларымызды салып, оны пісіріп аламыз. Тұздық осылай болып шығу керек, пиязымыз солып, әдемі иіс беріп тұру керек. Енді үлкен әдемі тарелкамызға тұздығымызды салып, қамырымызды түсіреміз тарелкаға. Қамырдың үстіне тұздықты салып, етімізді турап, кесіп, әдемілеп қоямыз. Еттің ортасына мен картошкамды екіге бөліп қойдым және сәбіздерді жан-жағына тізіп қойдым. Осы жерде мен қазымды салуды ұмытып кетіптім. Оны соңында салдым. Мінекей солтүстік қазы бұл пакетке оралған, пакетті алып тастап, осылай ұсынамыз етке. Мінекей біздің ұлттық тағам дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпаны да осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі бешбармақтың рецебі ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайлым, қош сау болыңыздар.